ZipGrade приложениесімен қосымшасымен жұмыс жасау үшін Google Play-ға ZipGrade деп жазамыз. Менде қазір бұл қосымша орнатылып тұр, сондықтан открыть батырмасын басамын. Содан кейін New Quiz деген жасыл батырма пайда болды. Мұны басамын. Яғни біз жаңа тестті алу үшін керекті батырма. Name деген жерге біз қай пәннен тест алмақшымыз, соны жазамын. Inf 7 информатика 7 сыныптан аламыз. Answer sheet деген жерге біз неше сұрақтан тұратын тест алмақшымыз. Бұл жерде 20 сұрақтан, 50 сұрақтан, 100 сұрақтан тұратын тест алуға болады. Бірін таңдаймыз. 20 сұрақтан тұратын тест алмақшымыз. Сосын астында оның бүгінгі қай күні алып жатырсыз тестті, сол жады сақталынып тұрады. Save батырмасын басамыз. Содан кейін бұл жерде Edit Key деген батырма, жасыл батырма пайда болды. Бұл батырма бізге не үшін керек? Яғни біздің тестіміздің дұрыс жауаптарын белгілеу үшін, кілттерін белгілеу үшін, мысалы 20 сұрақты қамтыған тестке дұрыс жауаптар енгізіп аламыз. Біз енгізіп алдық. Енгізіп алайық. Содан кейін біз барлық сұрақтарымызға енгізіп алдық. Назад батырмасын басамыз. Содан кейін фотоаппараттың суреті бар Scan Papers деген батырма бізге пайда болды. Бұл батырма бізге не үшін керек? Яғни біз өзіміздің 20 сұрақтан тұратын тестімізді сканерлейміз. Сканерлеу үшін бізге ZipGrade'тің арнайы парағы керек болады. Жоғарыда Answer Sheet 20 question form дегеннің қасында принтердің суреті тұр. Сол принтерді басқан кезде 20 сұрақтан тұратын осы приложенияның, қосымшаның арнайы листі, яғни парағы шығады. Қазір мен парақты шығарып қойғанмын. Міне, парақты шығарып қойдым. Мен name деген жерге оқушы атын жазады, сосын ары қарай өзінің бүгінгі күннің жадын жазады. Осы парақты 20 сұрақтан тұратын парақты, 50 сұрақтан тұратын парақты, 100 сұрақтан тұратын парақты жаңа жоғарыда тұрған принтерді басу арқылы шығарып WhatsApp-қа немесе Telegram-ға жолдап жіберіп распечатка жасап аласыз өзіңізге сақтап. Содан кейін не қара 4 бұрыштар тұр. Сол 4 бұрыштарға камераларды дұрыстап апарған кезде олардың барлығы жасыл түске боялады. Міне, Айдана деген оқушы 20 сұрақтың 5-еуіне дұрыс жауап беріп, 25 ұпай, яғни 25%-ға иемденген. Бұл жерде Change студент деген батырманы басу арқылы Айдана деген оқушының қай сұрақтарға дұрыс жауап берген, қай сұрақтарға бұрыс жауап берген көруге болады. Фотосы арқылы немесе question деген астындағы батырманы басу арқылы қай сұрақтардан дұрыс жауап бергенін былай да көруге болады. Назад батырмасын басамыз. Erase paper деген, мысалы, оқушы қателесіп кетсе, тағы да бір мүмкіндік берсек болады. Мысалы, басқа парақты тексеріп көрейік. Мысалы, камераны дұрыстап сәйкестендіреміз. Жасыл түске боялу керек. Бұл жерде міне 20 сұрақтың 9-ына дұрыс жауап берген 45% көрсетіп тұр. Бұл бағдарлама өте керекті бағдарлама. Міне сіздерге осыған дейінгі тест алған оқушыларыңыздың барлық мәліметтері Review Papers деген жерде сақталынып тұрады. Мына жерде анализдер қарауға болады, яғни диаграммамен шығып тұрады. 1 минутта тексеруге өте ыңғайлы. Біз 20 сұрақты интерактивті тақтадан шығарып тұрсақ болады, немесе дауыстап оқу арқылы парақты распечатка жасап алып, бір А4-ге 2-ін, 4-еуін шығарып балаларға таратамыз. Содан кейін барлығы жауап парақтарын дұрыстап варианттарын белгілеген кейін жинап алып сканерлей бересіз, немесе өздері сканерлеп сізге тек жаңағы пайызын ескерте қояды. Қателеріңізге жарасын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта білім саласына қажетті өте
тиімді бағдарламалармен бөлісіп отыратын боламын.